Сәлеметсіңдер ме балалар? Қалдарың қалай, жақсы ма? Олай болса, бүгінгі математика сабағын бастаймыз. Бүгінгі тақырыбымыз құрама есептер деп аталады. 151-ші сабақ. Бұл сабақта сендер есептерге талдау жасайсыңдар және де шығарады екенсіңдер. Олай болса, барлығымыз оқулығымызды ашып, дәптерімізді ашып, бүгінгі күн ретін және де сынып жұмысын жазып қоямыз. Олай болса, бірінші тапсырманы оқып көрейік бәріміз. Кестені қолданып тура теңсіздіктер құр дейді. Яғни, мына жерде өрнектер беріліп тұр екі бағанда да. Сол өрнектердің мәнін тауып, не істейміз? Бір-бірімен салыстырады екенбіз. Мысалы, бірінші 1325-ке бөліп, одан шыққан санға 296-ны 45-ке көбейтіп, екеуін салыстырып көрейік. Яғни, бірінші не істейміз? 1325-ті 5-ке бөлейік. Бөлеміз 1325 бөлі 5. Енді 2-ден берейік, 13-тен қайырамыз, 3-тсе 2, неден береміз? 6-тан береміз, 30, 2, 5 түседі, сонда 5-тен береміз, сонда міне 265 шықты, солай ма? Енді келесі жағын есептеп көрейік, келесі жағында 296-ны 45-ке өтеміз, 296-ны 45-ке өтейік, 296 көбейту 45. 5-дегі 6 30 3 ойда. 2-ге 45, 45-ке 3 тосы 48, 4 ойда. 10 ойда мен 14. Енді 10-ды өтеміз, 4-дегі 6 24. 10-ды жазамыз 24, 4-ін жазбай ойда. 2 ойда. 4-дегі 9-ым 36 ойда мен 38 болады, ойдағы 2 мен 38, 3 ойда. 4-дегі 2 8, ойдағы 3 пен қанша болады? 11 болады екен. Енді қосамыз 0, 12, 2 12 болады, ойдағы 1 мен 13, 1 ойда, 2, 3, 4, 1. Сонда қандай сан шықты? 13320. Сонда қай жағы үлкен болды? Яғни көбейткен жағымыз үлкен болды, 13320. Яғни осы сан өрнегіңіз үлкен болды. Енді осылай ары қарай өздерің есептеп көруге болады екен. Мысалы 42525-ке 23045-ті қосып, 333-ті 2-ке көбейтіп салыстырсаңдар болады. Не болмаса 1325-ті 5-ке бөліп, 333-ті 2-ке көбейтіп, солай мәндерін салыстырсаңдар болады. Ары қарай өздерің соны есептеп көріңдер. Енді келесі тапсырманы қарайғы. Ауданды, екінші тапсырма ауданды гектармен және армен өрнекте дейді. Бәріміз мәтінді оқиық. Байқоңыр әлемдегі тұңғыш және ірі ғарыш айлақ. Қызылорда облысында Қазалы қаласы мен Жосалы кентінің арасындағы Төретам ауылына жақын орналасқан. Осы ауылға жақын орналасқандықтан халықаралық жер серігі анықтамалығында Төретам Missile and Space Complex, солай жазылып балалар, ТТНТР деп белгіленген екен. Ол 6717 квадрат километр жерді алып жатыр екен. Енді біз осы не істейміз? Осы ауданды гектармен және де армен өрнектейді екенбіз. Олай болса, бірінші гектармен өрнектейміз. Ол үшін есімізге түсіреміз 1 километр квадрат. Қанша арға тең болады екен? 1 километр квадрат. Яғни 100 арға тең, 100 гектарға тең, 100 гектарға тең екен. Олай болса, біз жаңағы санды не істейміз? 6717-ні 100-ге көбейтейік. Көбейткенде санның өзін жазып, 0-ді қасына тіркейміз, сонда қандай сан шықты? Разрядтық қосымшаға жіктеп есептеген болсақ, 671700 шықты, 671700 не ол? Гектар екен, га деп белгілеп қоямыз. Гектар қысқаша га деп жазып қояды екенбіз. Енді келесі армен өрнектейтін болсақ, 1 километр квадратымыз неше ар болады екен? 10.000 ар болады екен, дұрыс. Енді осыны не істейміз? 6717-ні 10.000-ға көбейтеміз. Енді осы санды жазып, 0-дерін қасына тіркейік. Көбейткенде 4.000 бар екен, сонда қандай сан шықты? Енді есептеп көрейік. Міне, жастыра бөлгенде
разрядты қосымша бөлгенде 67 миллион 170 мың деген сан шықты. 67 миллион 170 мың не екен? R. Міне біз бұны да үйреніп таптық. Енді осылай деп дәптерімізге жазып аламыз. Енді келесі тапсырманы қарастырайық. Келесі тапсырмада есепті теңдеу құрып шығар дейді. Бәріміз оқимыз үшінші есепті, үшінші тапсырманы. Ғарыш айлақтың қызметкерлеріне аумақты қарау үшін 60 км жол жүру керек еді. Олар 15 км жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Олар әлі қанша км жол жүру керек дейді. Яғни мына жерде сызбасы беріліп тұр. Олар мысалы 15 км жылдамдықпен 2 сағат жүрді. Және де мына жерде жүрген қалған жол белгісіз x болып тұр, және де барлығы 60 км деп жазылып тұр екен. Барлық жол 60 км-ге тең. Міне осыны біз сендер осыны шартына жазсаңдар болады екен. Мысалы не дейміз? S тең қанша? 60 км. Жылдамдық қаншаға тең? 15 км сағат екен. Сағатымыз неге деген? Т қанша сағат еді? 3 сағат еді? 2 сағат еді? 2 сағат. Олай болса, нені табу керек? Қалған жолды табу керек екен. S километр қалған жол. Солай ма? Қалғанын табу керек. Қалғаны. Енді осыларды біз есептеп көрейік. Мысалы, бірінші біз қанша жол жүргенін табамыз. Ол үшін не істейміз? 15-те көбейтеді екенбіз. Қанша болады? 30 км шығады екен. Енді қанша жол қалғанын біз қаяқтан білеміз? Яғни 60-тан сол 30-ды не істейміз? Азайтады екенбіз. Сонда қанша қалды? 30. Сонда қалған жол 30 км-ге тең екен. Енді осыны теңдеу құралы шығаратын болсақ, қалай жасаймыз? Онда теңдеуді қалай құрамыз? Яғни 15-ті 2-ге көбейтеміз жолды табу үшін. Жаңағы жүрілген белгісіз жолды қосады екенбіз. Белгісіз тең қаншаға? 60-қа. Барлық жол 60-қа тең. Енді есептейміз. 30 болады екеуі. Қосу x тең 60. X тең 60-тан 30-ды не істейміз? Азайтамыз. X тең қанша болады? 30. Яғни жауабы қалғаны қанша екен? 30 км. Жазып қоямыз. Енді осы есепті түсінсек, келесі есепті қарастырайық. Төртінші есеп. Сызба бойынша берілген сандардан өрнек құр және де олардың мәнін тап дейді. Мысалы, мына жерде әртүрлі түсті сызбалар беріп тұр екен. Жасыл, сары түсті. Және де жасыл, сары түстерде сандар беріп тұр. Енді бұл жерде мына жасылға бос жаңағы сызбаларға сандарды қояды екенбіз. Жасылға жасылды, сарыға сарыны, сары дөңгелекке сары дөңгелекте сандарды қоямыз. Онда бізде бірінші сан 1290. Мына жерге қандай санды қоямыз? 1290-ды қоямыз. Енді оны 309-ға көбейтеді екенбіз. Мына жерде 309 бірінші сан. 309. Келесі сан қандай болады? 2725. Ол қай сан ол? Мына сан, 2725. 25. Оны неге көбейтеді екенбіз? Яғни 204-ге көбейтеді екенбіз. Міне 204. Міне жерге 204 деп жазады екенбіз. Міне. Сөйтіп оларды не істейміз? Бір-біріне қосады екенбіз. Олай болса, бірінші 1290-ды 309-ға көбейтейік. 1290-ды не істейміз? 309-ға көбейтеміз. 309 дедік па? Көбейтейік. Енді жазайық. 0, 81, 8, ой. 9 жерде 2, 18, 18, 8 қоссақ. Қанша болады? 26 болады. 2 ойда. 9 жерде 9, ойдағы 2 мен 11. Енді 0-ді көбейтпей-ақ. 100-дікпен көбейтейік. 0-ді алып тастап. 3 жердегі 0, 0. Сондықтан біз 0 деп 100-діктің астына жазамыз. Себебі 0-ді алып тастадық. 100-діктің астына жазамыз енді. 3 жердегі 9, 27. 2 ойда 3 жердегі 2, 6. Ойдағы 2 мен қанша? 8. 3 жердегі 1, 3. Қосамыз 10, 1, 6, екеуі 8, 9, 3. Сонда қандай сан шықты? 398.610 шыққан екен. 398.610. Енді келесі қандай санды
яғни 2725-ті 74 көбейтеміз. 2725 74 көбейтіп бір-біріне қосады екенбіз. Жаңа бірінші санымыз қандай шығып еді? Яғни 398.611 жазып қояйық. 398.610 шықты. Енді жаңағы 2725-ті не өтеміз? 204 көбейтеді екенбіз. Көбейтейік. 4-5 20, 4-8 ойдағы 2 мен 10 бір ойда, 2-28 ойда мен 29, 2 ойда 2-4, 4-2-ні қосса қанша болады? 8 болады. 4-2 8 ойда 2-ні қосса қанша болады? 10 болады. Енді 2 мен көбейді. Енді 0-ді алып тастап, жүздікпен көбейтейік 2 мен. 2-5 10, жүздіктен аса жазамыз 0-ді. 2-2 4, ойдағы 1 мен 5 болады. 2-7 14 бір ойда. 2-2 4, ойда 1 мен 5. Енді осыларды қосайық. 0, 0, 9, 5, 5, 5. Сонда қандай сан шықты? 555.900. Осыған жаңағы қосайық. 555.900-ді қосайық. 555.900 дедік, солай ма? Бәрін өз орнына жаздық. Бірліктің астына бірлік, ондықтың астына ондық, жүздің астына жүздік, мыңдықтың астына мыңды жаздық. Енді есептейміз. 0, 1, 9-ға 6-ны қоссақ 15 бір ойда. 8-ге 5-ті қоссақ 13, ойда мен 14 бір ойда. 9-5 14, ойда мен 15 бір ойда. 8 ойда мен 9. Сонда қандай сан шықты? 954.510 шықты. Яғни біздің есептеген жаңа санымызда 954.510 деген сан шықты. Енді жаңасы есептерді бірінші сол есептеген өрнектерімізді жазып қоясыңдар. Енді қалған өрнектерді өздерің тағы да орнына қойып шығаруға болады. Бірінші енді келесі өрнектерді қойсаңдар болады. Жасыл нетегіні, жасыл сызбадағыны жасыл сызбаға, сары дөңгелектен сары дөңгелекке, яғни не істейміз? Орнына қойып, өрнектер құрап жазып шығарамыз. Өздерің көріңдер. Енді келесі 5-ші тапсырманы қараймыз. Периметрі 24 мм, 48 мм, 20 см, 12 см-ге тең шаршыларды сыз дейді. Яғни бұл жерде периметр белгілі тұр, бірақ олардың шаршының қабырғалары белгісіз екен. Олай болса, шаршының қабырғалары қандай еді? Барлығы бірдей болады. Шаршының қабырғалары өздері тең болады екен. Олай болса, бұларды біз шаршының 4 қабырғасына бөледі екенбіз. Бірінші қандай санды бөлеміз? 24-ті 4-ке бөлейік. 24 4-ке бөлсек қанша шығады? 6 шығады. Біріншісінде 6 мм ма? 6 мм. Енді осындай шаршы жазамыз. Яғни барлық қабырғалар бірдей. 6-ға тең, 6 мм-ге тең екен. Міне осындай шаршы жазамыз. Келесі 48-ді 4-ке бөлеміз, себебі барлық қабырғасы бірдей болғандықтан 4 қабырғасына бөлеміз. Сонда 2, 1, 12. Сонда келесі қандай болады? 12 мм-ге тең. 12 мм барлық қабырғалары қандай екен? 12 мм-ге тең екен. Енді келесі өрнекті көрейік. 20-ны не істейміз? 4-ке бөледі екенбіз. 24-ке бөлсе қанша? 5. Бұл жерде сантиметрмен жаңағы өлшеп жаңағы сызады екенбіз. 5 сантиметр барлығы. 5, бұл жерде де 5, барлығы 5 сантиметр екен. Жазып белгілеп қоямыз. Келесі 12 сантиметрді 4-ке бөлейік. 12-ні 4-ке бөлсек қанша болады? 3 болады. 3 сантиметр. Сонда шаршының барлық қабырғалары қаншаға тең болады? 3 сантиметрге тең болады екен. Міне осылай жазып сызып қоямыз. Белгілеп қойсақ та болады. А, Б, С, Д деп. Барлық қабырғалар 3 сантиметрге тең екен. Енді келесі өрнекті қарастырайық.
асын көрейік. Ұзындығы 5 см, ал периметр 14 см болатын тік төртбұрыш сызылды. Осы тік төртбұрыштың ауданын тап дейді. Яғни бұл жерде тік төртбұрыштың ұзындығы беріліп тұр, ені белгісіз, периметрі беріліп тұр екен. Енді енін қалай табады екенбіз? Ол үшін периметрдің формуласын өзімізге салайық. Қандай болушы еді? Яғни жақшы ішінде а қосу б көбейтілген 2. Осы периметрдің формуласы. Енді орнына қоятын болсақ, аның орнына 5 қойып ұзындығы, қосу б белгісіз көбейту 2, периметр неге тең? 14-ке тең. Енді осыны шығарайық. 5 қосу б 14-ті не істейміз? 2-ке бөлінеді екенбіз. 5 қосу б таңда қанша болады? 7 болады. Енді арқай шығарайық. В тең 7-тен 5-ті азайтамыз. Сонда в тең 2-ге тең. Сонда ені қаншаға тең болды? 2-ке тең болған екен. 2-ке тең болды. Ені 2 сантиметр дейміз. Ал енді осыны тағы да қалай шығаруға болады екен? Бірінші мысалы 5-ті 2-ге көбейтіп алып, яғни 2 ұзындығын қанша болады? 10 бола ма? Сонда периметрінен 14-тен 10-ды азайтамыз. Сонда қаншаға? 4 қалады. 4 дегеніміз жаңа 2 енінің ұзындығы. Мысалы 1 ені сонда қандай болады? Ол үшін 2-ге бөледі екенбіз. Сонда 2 болады. Сонда 1 енінің ұзындығы 2 сантиметр. Енді біз таптық. Ұзындығын енін білеміз. Енді ауданын табайық. Аудан қалай табушы едік? S тең А көбейтілген Б. Яғни S тең 5 көбейту 2 тең 10 сантиметр квадрат екен. Ауданы осыған тең болады екен. Соны жазып алыңдар. Енді келесі теңдеулерді шешу. Бұл жерде 2 теңдеу беріліп тұр. 2 теңдеу беріліп тұр. Күрделі теңдеулер. Осыларды қарапайым теңдеуге келтіріп, есептеп табады екенбіз. Біріншісін көрейік олай болса. Біріншісінде мысалы жақшаның ішін орындаймыз, солай ма? Жазып аламыз. X қосу 22345 тең. Естейміз? 345-ті 201-ге көбейтеміз, себебі орналастырған кезде таңбалар өзгереді екен. Енді 345-ті 201-ге көбейтейік. Яғни 345-ті 201-ге көбейтеді екенбіз. 69345 шықты. Соны жазып алайық енді тез бәріміз. Енді X қосу 22345 көбейткен кезде қанша тең болды? 69345-ке тең болды. Енді біз осы саннан қарапайым теңдеуге келтірдік. Енді осыдан 22345 азайтады дегеніміз. Онда сол санды азайтайық. Яғни 69345 азайтамыз 52345-ті. Себебі орналастырғанда таңбалар өзгереді екен. 345 мына жерде 0 0 0 және 9-дан 2 тастасақ қанша қалады? 7 қалады. Мына жерде 1. Сонда 17.000 қалды, солай ма? 17.000 қалды. Енді теңдеудің мәні қанша тең болды? 17.000-ге тең болды. Енді осы тексеріп көрейік. Тексерген кезде x-тің орнына 17.000-ді қоямыз. 17.000-ді қойып, осыған қосады екенбіз. Онда 17.000-ді орнына қойып қосайық. 17.000 шықты жаңа, теңдеудің мәні. Енді қосамыз 5, 4, 3, 9, 6. Жаңа санымыз қандай? Қайттан шықты? 69345-ті 2-ге бөлейік. 69345-ті 201-ге бөлгенде сондай сан шыға ма екен көрейік қане. 69345 бөлеміз 201-ге. Яғни 69345 бөлеміз қаншаға? 201-ге. Енді мына жерде 69 жетпейді, жүздіктен қайырамыз. Сонда қаншадан беруге болады? 3-тен беруге болады. 6-ның ішінде 3 2 рет бар екен. 3, мына жер 0, 6. Мына жер 0 болады, 9. 90 жетпейді, 4 түсіреміз. Енді 3-тен берсек
Төрттен береміз, иә? Төрттен берейік, 4 жерде беремін 4, 0, 8, азайтамыз 4, 0, 1. Енді 5-ті түсірейік. Ана жерде 0 екен ғой, 4-тен 4 жазақ 0 ғой, дұрыс. Енді 5-ті түсіреміз, солай ма? Енді 5-тен берейік. Себебі, оның ішінде 5 2 рет бар, 5 жерден берім 5, 5 жерден 0, 0, жердегі 10. Сонда 0. Сонда 345-ке тең болды ма, сонда балалар? Теңдеуіміз дұрыс шықты, сонда орнына қойған кезде. 345-ке тең болды. Олай болса жазамыз 345 тең 345. Енді келесі теңдеуді қарайық. Бұл жерде мысалы бірінші жақшаның ішін орындап, содан кейін мына санды не істейміз? Мына санға 259-ға бөлеміз. Сөйтіп қарапайым теңдеуге келтіріп, 8-7-ні сол санға қосамыз, солай ма? Өзіміз сол теңдеуді шарып көрейік. Оны өздерің шарып көресіңдер, Енді келесі теңдеуді, келесі амалдарды қарастырайық. Енді 7-ші тапсырманы қарастырайық бәріміз. Бірге оқимыз. Қалада ғарыш туралы фильм жүріп жатыр. Кинотеатр кассасында бір күнде 4000 билет сатылды. Оның таңертеңгі сеансына 350 билет, ал күндізгі сеансына таңертеңге қарағанда 3 есе артық билет сатылды. Ал қалғаны кешкі сеансқа сатылды. Кешкі сеансқа қанша билет сатылды? Міне біз кешкі сеансқа қанша билет сатылғанын табуымыз керек. Олай болса, бір күнде қанша билет сатылды дейді? 4000 билет, мысалы, таңертең 350 билет, ал күндіз одан 3 есе артық дейді. Олай болса, біз шартын жазып алайық. Шартын жазып алайық. Мысалы, қалай болды? Барлығы қанша екен? Барлығы 4000 билет, Ал таңертеңгісі қанша деді? 350 билет. Ал күндізгісі белгісіз, бірақ надан 3 есе артық. 3 есе артық. Енді бізге нені табу керек? Кешкі сеансқа қанша билет сатылғанын табу керек екен. Кешкісі белгісіз екен, Олай болса, біз осы нелерді қанша билет сатылғанын табайық. Олай болса, бірінші не істейміз? Бірінші күндізгі сатылған билет табады екенбіз. Солай ма? Дұрыс, онда 350-ді 3-ке көбейтеміз, себебі 3 есе артық деп тұр. Олай болса, 350-ді 3-ке көбейтейік. 3 есе артық болса, 3 жердегі 0, 0, 3 жердегі 5, 15, бір ойда, 9 ойдамен 10. Сонда 1050, яғни күндізгі сатылған билет екен. Қандай екен сонда? 1050 билет күндізгі сатылған билет екен. Енді кешкі сеансқа қанша қалғанын біз қалай білеміз? Ол үшін 4000-нан осы билеттерді алып тастаймыз, 350 жаңағы таңертең қосылған билетке күндізгі билет қанша еді? 1050 ме еді? 1050-ді қосамыз. Тең, мысалы, қанша болады? Қосқанда 1400 болады, 1400. Енді 4000-нан не істейміз? 1400-ді азайтады екен бізде. Қанша билет қалады сонда? 6, 2, 2600 билет қалады сонда. Міне, сонда кешкісін жауабы қанша билет қалған екен? Кешкіге 2600 билет қалған екен. Соны сендер жазып аласыңдар жауабын. Енді келесі. Бұл жерде 8-ші есептек. Егер фигураларды 3 түрлі түспен бояйтын болсақ, қанша нұсқалығы болады дейді. Түстер қайтадан болу керек дейді. Мысалы, біз бұл жаңағы 3 түрлі түспен бояған кезде қанша нұсқалығы болады дейді. Олар қайтадан болу керек дейді. Мысалы, біріншісін, мысалы, қызыл түс деп алсақ,
екіншісін мысалы көк түс болса, ал үшіншісі мысалы сары түс болса, е. Енді осылардың орнын ауыстырып, бірінші мысалы сары түстіні алсақ болады екен, е. Орнын ауыстырған болсақ, одан кейін барып қайсысын алсақ болады? Қызылды қойсақ болады екен. Одан кейін көкті қойсақ болады екен, е. Тағы да нұсқасы бар. Бірінші мысалы көкті қойсақ болады. Одан кейін сарыны әкелсек болады, және де қызылды жаңағы орналастырсақ болады. Міне осындай орындарын ауыстырып, бірақ жаңағы қайталанбау керек дейді. Осылай қайталанбай жаңағы нұсқаларын өздерің көріңдер. Салып. Енді келесі міне үй тапсырмасын берем. Бағана есептердің бәрін біз шығардық. Сол есептерді түсінген боларсыңдар. Түсінбеген сұрақтарың болса сұрап аласыңдар. Енді үйге үй тапсырмасын жазып алыңдар. 9-шы есепті әртүрлі тәсілмен шығарады екенбіз. Және бұл жерде ғарыш агенттігі ауыл шаруашылығымен айналысуға шешім қабылдады. Ғалымдар ғарыш жағдайының өсімдіктерге тигізетін әсерін зерттей бастады. Арнайы жылыжайға 900 өсімдік отырғызды. Оның 630-ы көкөністер, ал қалғандары дәнді дақылдар. Көкөністерді әр сөреге 35 данадан, ал дәнді дақылдарды 30 данадан орналастырды. Барлығы қанша сөре қажет болды дейді. Мына жерде міне суреттер тұр. Яғни барлығы қанша еді? Көкөністердің 900 өсімдік отырғызылған екен. Оның 630 көкөністер болғанда біз қалғанын қалай табамыз? Өздерің білесіңдер, е. Одан кейін көкөністерді және де дәнді дақылдарды бөлек-бөлек осылай 30 данадан орналастырады екенсіңдер. Сөйтіп есептеп табасыңдар. Қанша сөре қажет болған. Олай болса, бүгінгі сабақты аяқтаймыз. Түсінбеген сұрақтарың болса, сұрап алыңдар балалар.